Әрине ол кездер ұмытылмайтын кездер ғой. Өз үйіңнен туып өскен, ұяңнан ұшып, бөтен жерге барып, ұялып, қысылып жүргендегі әрбір сәтің санаңа сақталып қалатын кез. Біздің оңтүстік өңірінде білесіздер, салт дәстүр қатты сақталып, баланы жастан, келінді бастан деген қағидамен өмір сүреді. Келін болып түскеннен кейін мен өзімнің енем үйдегі абысыным екеуі қасына отырғызып қойып, болды енді сен өз туып өскен үйіңнен ұшып, өз еліңе келдің, енді еркектің бәрін тастайсың. Азанда отбасы мүшелерінен бұрын тұрып, соңында жатуымды және әрбір әулеттің үлкендеріне, үйге келген адамдарға сәлем салып отыруымды түсіндірді. Содан бері міне әулеттің үлкендеріне осы күнге дейін сәлемімді үзбей келемін. Біз осы Алматыға келгеннен кейін дос арттырдық, таныс арттырдық. Сол таныстарымыздың, достарымыздың ішіндегі өзге өңірден шыққандар осы біздің сәлем салу дегенімізге шоши қарайды да, сендер де құл секілді қара, келіндерге адам сияқты қарамайды деп. Жоқ, мен оларға айтам, керісінше біз жақта күйеуін, әулетін қандай көрген әрбір қыз, келін ханшайымдай өмір сүреді деп жауап беремін. Әрине енді отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сықырламай тұрмайды. Оның барлығын сыртқа не жаңа төркініме айта беретін болсаң, бақытың түгілі басыңның қайда қалғанын білмей қаласың. Мен өзі жастайымнан сол әкемнің қасында, үй шаруасында, сырттың шаруасында көп жүріп, әкемнің осы келіндер жайлы өнегелі әңгімелерін көп тыңдағанмын. Там екен, жоқ, анамның жанын ауыртқым келмеді ме екен, білмеймін, осы бойыма сіңіп кеткен, бойымдағы қасиетім. Жолдасымды, түскен жерімді жақсы не жаман деп айтпайды екенмін. Жақсы деп айтсам да болады, ойым сұрамаса айтпаймын өздігімден. Жолдасымның өзін жекелеп жағдайын сұрағанның өзінде де жалпылама жақсымыз деп жауап беремін да. Бұл да бір ойлаймын, енді бір енемнің, анамның тәрбиелерінің ықпалы тиген шығар деп ойлаймын.